Қоршаған ортаны таза ұстауға енді роботтар да үлес қосалады. Қостанайдың жас өнертапқыштары қоқысты жинап, арнайы контейнерге салатын роботтарды жасап шығаруда. Жаңашылдыққа қызығушылықтары басым өрендер Назарбаев зияткерлік мектебінде өткен Олимпиадада инновациялық жобаларын ұсынды. Ең үздік деп танылғандар Үндістанда өтетін ақтық байқауға жолдама алады. Назарбаев зияткерлік мектебінде темірден түйін түйгендер арасындағы тартысты бәсеке өткізу дәстүрге айналған. Жылма-жыл сайысқа қатысушылар қатары да арта түссе керек. Демек, инновацияға деген өрендердің қызығушылығы басым. Сондықтан халықаралық стандартқа сай білім ошағы бұл бағыттағы жұмыстарды жандандыра түскен. Робототехниканы дамыту бұл қазіргі кезіндегі тренд деп айтуға болады. Өйткені біріншіден балаларға бір тұтас жалпы көзқарас қалыптастыруға мүмкіндік береді. Робототехниканың өзі бірнеше пәндерді, бірнеше ғылымдарды шоғырландырып, жалпы физика бола ма, математика бола ма, информатика бола ма, өйткені бұл жерде оқушыларға роботтарды құрастыру керек ең біріншіден. Бұл техникалық тұрғыдан, немесе конструкторлық тұрғыдан дұрыс болу керек бұл. Жыл сайын мектеп оқушылары және студенттер арасында осы тақырып бойынша дүниежүзілік олимпиада ұйымдастырылады. Өнеріміздің өнертапқыштары онда көзге түсіп жүргенін ескере кету керек. Биыл да аймақтық кезеңге атсалысқандар аз болмады. Это корабль, который собирает мусор. Мен бұл сайысқа кеме дайындадым. Кеме өзі жүзеді. Сондай-ақ өздеріңіз білетіндей, күні бүгінде әлемдік мұхиттардағы ластану деңгейінің жоғарылып жатқанына байланысты дайындаған роботым тор арқылы қоқысты өзіне жинап, арнайы контейнерге салады. Роботым негізінен легода тұрады. Он состоит из пенопласта, чтобы он... Ал Нұрия Өмірбекова Назарбаев зияткерлік мектебінің 10-шы сынып оқушысы. Еңбекқор, талапты, жанашылдыққа құмар деп мақтайды оны ұстаздары. Жас өнертапқыш 2 жыл бойы аталған байқауға қатысып, жүлденің алдын бермей келеді. Бір жыл бұрын біз Астанада өтілген республика олимпиадасында болдық. Сол жерде мен бірінші орынды алдым. Содан менде басқа шетел елдегі бүкіл әлемдік олимпиадаға қатысуға мүмкіндігім пайда болды. Мен 2016 жылда Катар еліне барып, Доха қаласында олимпиадаға бардым. Айта кету керек, бұл байқау әлемнің 50-ден астам елінде өткізіледі. Қатысушылар саны 20 мың командадан асады. 12 жылдық тарихы бар байқаудың соңғы кезеңі биыл Үндістанда қорытындылады. Өнеріміздің жас қол темір құрастырушылары сәтін салса, әлемдік деңгейдегі сында өнер көрсетпек. Ерболат Аханов, Руслан Жабаев, Қазақстан, Қостанай.